Тағы бір суретші бар. Мақсаты жаңалық алып келу. Ол бар нәрсені қайталағысы келмейді. Күнде бір өзгеріс болса екен деген оймен оянады. Өйткені ізденіссіз өнер тоқырауға ұшырайды. Бұл суретшінің есім сойы Ренат Елубаев. Оның тал түс, тоны көк, кие суреттерінің қай-қайсысын алып қарасаңыз да, шебердің қиял қанатымен бірге сай мен қырды, құз бен жартасты жағалай шарлап, әлгі картинаға еніп кетесіз. Ішін шарлап жүргендей боласыз. Түрлі кескіндемеден жаныңа жақын бейне туады. Ашық жарқын бояуларға алма кезек арбаласың. Бір отты рух жаныңды жанып өтеді. Өзіміз қазақ болғасын, қазақы тұрғыда жұмыстарымыздың бәрінің бейнелердің бәрі өзіміздің қазақ ұлтының салт дәстүрі, жаңағы әдеп ғұрпы, тұрмыс тіршілігі бейнеленген картиналарым. Ал енді сол тарихи эпикалық бағытқа көшіп жатқаным енді бұл өзімді одан ары жаңағыдай терең жағынан өзімді көрсету деп ойлаймын. Оған да көшу керек, ол баяғыдан көшем деп жүріп, енді ғана көшейін деп жатырмын. Оның өзі кеш емес. Алла жазса, жақын арада сол тарихи жұмыстарымды назарларыңызға ұсынамын деп ойлаймын. Ренат кемеліне келіп кескіндеме дейтін алып пештің көмейінен ақ құрыштай құйылып түскен суретші. Ренат шебердің сандығын ашып бір қарасаңыз, тіні ақ алмастай бағалы, ділі өлшеусіз рухани байлықтың үстінен түсесіз. Көсіп жіберсеңіз, батырлар, сейіл, немере деп тізіліп кете беретін кіл мықты картиналарға тап боласыз. Сосын ең қызығы, мен ылғи байқайтыным, ақындар мен суретшілердің айырмашылығы. Енді бізді өлең жазып кішкене кезінде сөйтіп көрген кезіміз болды. Жалпы суретші ақындармен де араластық. Сол кезде қарап отырсам, ақындар мысалы бір қиналған кезде де, айтады ғой, Мұқағали атамыз айтқандай, қайшылықта туады өлең деген, жайшылықта шықпайды деген сияқты. Қайшылық жаңағыда қиындықта өлең шығып кетуі мүмкін. Ал суретшілерді керісінше. Егер суретшінің көңіл күйі болмаса, жаңағыдай бір қайшылықтар болса, суретші мүлдем сурет сала алмайды. Осы айырмашылығы бар, осындай бір көзге көріне көрінбес бір айырмашылықтар болады суретшілер мен ақындардың арасында. Дегенмен де ақындар да мысалы сондай шабытты күтіп отырады. Сол сияқты бірақ біздің шабытымыз сол ерекшелігі. Тек қана көңіл күйің көтеріңкі